көрпенің басыңа бақыт байланар. Құшақ толып гүлге жақындармен бірге әр жыл сайын ай тойланар. Қызық сауық сайран, көңіл шат мәз мейрам, мерекеге бұл күн айналар. Бүгін сенің туған күнің, зор денсаулық тілеймін, бақытты өмір сүргін жаныңда болсын деймін. Ашар көңіл сырың, жан серігің. Бүгін сенің туған күнің, аман болсын ата-анаң, тарту еткен ғұмыр әр күніңе жаратқан төксін. Ақша табарсың, көйлек аларсың, зөліме саларсың. Сен гитарист, қалмай ізімнен көңлімді оларсың. Ақша табарсың, көйлек аларсың, зөліме саларсың. Сен гитарист, қалмай ізімнен көңлімді оларсың. Мен саған жоқ демеймін, асықпа бірақ көрейік ойланып, мен саған жоқ демеймін, асықпа бірақ көрейік ойланып. Тойымызды бастайық. Баршаларыңызда қош келіп жатсыздар. Әулеттің үлкендері, әулеттің құдалары төргі столға қарай жайғастырайық. Бұл жерде достары, құрдастары, ағайын туыстары жайғасып отыра берейік. Баршаларыңызда қош келдіңіздер. Төргі столға жайғасып. Гүліңді аларсың, әнді саларсың, іздеп сен табарсың. Сен көңілме жүрек жарасын, әлі демдеп аларсың. Мен саған жоқ. Түбі түркі, тілегі жылқы. Атасы алаш, керегесі ағаш, алтын қасықтай ұл тәрбиелеген, күміс қасықтай қыз тәрбиелеген. Қазандары оттан түспеген, ұлдары аттан түспеген, құлжадай қарулы ағалар, құрмадай тәтті апалар, жапырақтай жасыл жеңгелер, жаңғақтай қатты інілер, шәрбәттай тәтті қарындастар. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, көк төбенің құлы болған, көк бөрінің ұлы болған, қара төбе елінің ардақтыларына ассалаумағалейкум дедім. Бастарыңыз бақты болсын, астарыңыз тақты болсын. Мінекей бүгін 65 жасқа толып жатырған Бейсенбай ағамыз бен анамыздың өмірі шатты болсын, көңілі тәтті болсын. Осы тілекке қосылғандардың шапалақтары қатты болсын. Тоқайық қанеке, бар ма?
мына маған қуат береді. Таудан да биік болған алып аташым, өзіңдей болғым келеді. Саған қарап сүймеген өзгеріп келеді. Өзіңдей болғым келеді. Ай бәрекелді, рахмет мінекей, рахмет. Ағайындар, қош келдіңіздер. Бүгін енді балдарымның ұйымдастыруыменен осындай жасқа толып жатырмыз енді, Жамал екеуміз. Бәріңіз де қош келдіңіздер енді, тамақ алуларыңызды ұқсат. Енді балдарыма көп рахмат айтам, осындай толтырып Жамал екеумізде өткен. Бастарыңа амандық тілеймін, бәріңіздің келеді. Отбастарыңда амандық болсын, тек амандықта тойда кездесейік ағайындар. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Бүгін енді әкемізбен Жамал апамыздың бүгін мерейлі жасы, сондықтан да папа, Жамал апа бүгінгі мына туған күндерің құтты болсын. Енді бұл туған күнді біздер енді шыны керек 15 күн ба 20 күнге қалғанда бір осылай бір шешім қабылдадық аяқ астынан. Сондықтан енді әкеміздің туған күнімізбен Жамал апамыздың туған күні былайша айтқанда бір шамалас екен. Сондықтан да екеуін бір жаса жіберейік деп ұйғардық. Сондықтан да осы тума туыстың, бауырлардың, құда-құдағайлардың басын қосып бүгін сіздерді жинап жатқан жайымыз бар. Баршаңызға бүгінгі мына қуанышымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі енді қуаныштың осы бірден бір себебін енді жаңа айтып өттік. Енді балдарымыз өзіміз ұйымдастырып жатырық. Дегенмен де енді бұл әкеміздің жасын анамыз тірі болғанда да шыны керек анамыз осы әкеміздің жасын жасайтын еді. Әрдайым осы 50 жасын, 55, 60 жасын әрдайым өзі жасайтын еді. Өзінің бірде-бір туған күн істеген жоқ шыны керек анашым. Бірақ дегенмен де әкеміздің туған күнін елейтін еді. Біздер де соны құр қалдырмай, енді анамыз тірі болғанда да туған күн жасап берер еді деген ниетте өзімізде енді ой салып, осы бүгінгі қуаныш жасап жатқан жайымыз бар. Енді осы енді дастарханымызды бастамас бұрын енді анашымды бір минут еске алуларыңызды сұраймын. Балаларымыздың еңбегін ақтап, сол өте қуаныштымыз. Ең басты балаларымызға көп рахмет осындай тамаша кеш біз үшін арнап ұйымдастырған үшін. Осыларды ойласаң, санаңа көп кіреді дейді. Қазақ болса, жаппас болсын, осы жаппастардай. Соққандардың үйінде бір-бірден жип болсын. Соқпағандарға сол жип, көктерде киік болсын деп қойқайық. Әдемі болып, жұп-жұп болып, вальс білейік, әнге қосып отырайық, әншілдарымызға қошеметтеп отырайық. Ал, той құтты болсын, қош келдіңіздер. Әдемі Алладан кейінгі себебім жанна де жан жүрегім самға
күш қуат демерін сүрінсең тіреген қалдырмас аязға ызғарға қалдырмас қартауым жанеке қасымда сіз барда арайлы әр таңым әр қашанда биік көретін мен басқада менің әкем менің әкем Менеге күніңмен қарсы алам өзіңді сәбилік сезіммен арнаймын сөзімді көргенше алаңмын аңсаймын толағын қабыл алмағын сәлемін жолдаған Ай бәрекелді рахмет неке баласының атынан деп жатыр не өнерді бағалап жатқандарыңызға мың алғыс әрі қошемет болсын ғанеке қошемет деп қойыңыздар алтын сертификат береді. Babamla tuğana geldim benim tuğana geldim Ayna қасында мойнында жүрсін деп алып береді. Қыса келгенде кемпірі шалына шалы қорасындағы малына ол кемпір ағамызға бір қошемет деп қоймайсыздар ма қаттырақ першілер тұрақ қылған әкелер мен аналар сөз бастасын табанның астында жұмақ тұрған дегенмен осы әулеттің үлкендерін орта қалдырайын бастаған Базарбай Айман қостаған және апа жезделері Бектас Гөлжан Болат жездесі Махамбет Бибігүл дейді. Асабаның ортасына билеп шығайық. Маэстро, әулеттің үлкендері. Рахмет. Келе қойыңыздар, тұра қалыңыздар. Бәлеші көшіп берген өміріміздің 65 жасына келіп жатсыздар. Пәтерге жасатқан құтты болсын. Енді біз өздеріңіз сіздер айтып өтейін. Бір қолы білетін бір ағай жолдар, яғыға келбеген мені тағы да қатысқан бар жоғы айтықты. Ал біздер Келмұқановтар әулетінен 6 ауымыз. 3 қыз, 3 бала. Мынау үлкен апамыз, апа жездеміз келе-келе шаршады-ау деймін осы. Келе албай атып, 4-5 келіп кетті енді. Оған рахмет. Қостанайдағы Бектас Нұржан апамыз. Бұдан кейінгі келесі мынау Болат жездем. Апайымыз енді дүние салды. Онда 10 шақты жыл болып қалды-ау деймін. Осы қатардан қалдырмаймыз. Содан кейін осы мына әулеттің ұлдан үлкені менмін, содан кейін мына Базарбайым. Сосын осы кенже Бейсенбай. Жастардың 65 жастары құтты болсын, денсаулықтары мықты болсын. Жаңағы өзің айтқан тең ортаға келгенде қазақтан мақал көп қой, мен енді бірін сөйлеп бастаған, мен қазір бір шаптым, сөйлемешім, екі келмей жатырмын. Мына сыйлап, осындай жар тауып, артайған шағында сонымен нәғып жаңа алқанда нағыбатсын, екеуің де өмір баяндарыңыз жақсылық болсын, өлгенше осындай жақсы әуелінде мен осы екі келіннің қонақ деп айтатын едім. Сол енді бақытты болыңдар енді. Балдардың қызын көріп, құдағы да ағайын тума бәрі келіп жатырына. Бұрынғы үлкен ағасы келіп отыр, құдан. Ал енді құрметті қонақтар, Бейсақаң менен Ямалдың
65 жасын балдар юғары осылай бір ағайындардың құда жекжаттардың қатарларының басын қосып жатыр екен. Бұл да жақсы қуанышты жай айтамыз енді. Бісіға заман енді екеуіне бір төсекке қартайындар енді алақаңа Алланың енді берген несі сол болар енді иманы жолдас болсын. Енді не айтамыз, мәди өткенде бір қалақаңның садақасына барылмағанда маған ұрысқан сияқты болды. Әлде мен түсінбедім бе, телефоннан бірдеңе болып еді. Ол енді екі жақтан да кінә болған болар. Таксидің несі болды, оған бара алмадым. Мен қалған жерден қалып жатқан жоқпын, шақырғаннан шақырып жатсыңдар, құрметтер Алладан қайтсын. Айтамыз енді, жастарың құтты болсын. Жастан жасқа тола бер, балдардың, немерелердің қызығын көруге нәсіп етсін сіздерге. Ағайын аман болсын, жаппастардың шаңырағы. Айтамыз, тек осы шаңыраққа, қуанышқа, немерелердің қуанышына жиналуға нәсіп етсін дегім келеді. Қойшығым, бүгін енді мына Еркінбай балжының құтты болсын жастарымыз. Дендеріңіз сау болсын, бұда өсіп бай жатқан ұрпақтарыңыз аман болып. Үлкен кісілеріміз ағайлар аман жүріңіздер. Көген бейнеттерің тойы болсын, қуаныш болсын, шаңырақтарында тілеймін ғой. Құрметті қонақтар, бүгін біздің Бейсенбай мен Жамалдың туған күні деп бәріміздің басымызды қосып жатыр. Біз енді Бейсенбай екеуміз туған бөлеміз. Бейсенбай деген нағашы атамның қарындасы, балдары. Біз енді сол нағашы атаның 4 қыз өдік, сол 4 қыздың біреуіміз. Ал енді Бейсенбай, Жамал, жастарың құтты болсын дейін, дендерің сау болсын дейін. Көрінген балдарын қызығын көріп деп, немеренің шөберенің қызығын көріп, аман сау ортамызды жарыққа жіберген керекпіз. Алла тағала деп жақсылық қана тілейміз сіздерге. Мына ұйымдасып осылай жастарыңды атап жатқан бала келіндерге Алла тағала көп-көп рахмет айтамыз. Өздеріңізге еселеп қайтсын деймін. Сіздердің де балдарың осылай жақсылыққа көрсетсін деймін. Аман жүріңіздер. Бүгінгі біздің мына Келмхановтар әулетінде болып жатқан қос қуанышқа қош келіп жатсыздар бәріңде. Ал енді Ақбисоқ, Жамал, айналайын, жастарың құтты болсын, дендерің сау, ғұмырларың ұзақ болсын. Кешті ұйымдастырып жатқан Надежа мен Бакултай балалар бәріңізге көп-көп рахмет. Енді әкені, ананы тірісінде сыйлаған дұрыс қой енді. Рахмет көп-көп. Өздеріңде еселеп қайтсын, балдарың осындай, сендердің де қуаныштарыңыз тойлап Алла разы болсын сіздерге. Енді жақсылық болсын, той болсын, екі жақтың балаларының қызығын бірге көріңдер. Барыңызды көргеніңізге бүгін қуаныштымыз. Енді не айтайын, толқыттым енді. Жамал, айналайын, рахмет саған. Келгенде балдарды табағын шықпай қарсылап, соған ризамыз саған. Енді Бисақа екеуің бірге қартайыңдар, бір жастықта қартайыңдар, балдардың қызығын көріңдер бірге. Не айтайын енді. Барыңызды енді қош келдіңіздер. Той құтты болсын. Осындай той әулеттеріңізде жылына 1 рет емес, 2 рет болсын. Тойларыңыз 5 рет болсын, шілдехана 7 рет болсын. Қалғаны жігіттерге 8 рет болсын, қыз келіндеріңіз жыл сайын 2 рет болсын. Оралдың роддомында 3 рет болсын деп бір жамалға қойыңыз. Келіндері қыз күйеу балдары келіп отырген тілекті сол кісілерге бұрайық. Алмагүл, Марат, Наташа және әнекейтер қыз күйеулер Амангелді, Гүлбақыт, Жанболат, Гүлзада, Арман, Динара, Айболат, Мереке, Сұңғат, Гүлмира және Гүлнұр, Айнагүл дейді. Асабаның ортасына билеп шығайық. Маэстро! Жүзінің жауы шашып тұратын жиенбет нағашым, мен үшін әрдайым биік қой тұғыры, ерекше жанымдағы сыйлайды ендені. Өзінің үйіндей көремін сарайын, қашанда жүздерінен төгір тоя арайын. Нағашы жұртымды әнімді салайын, жиенім бір сәлем болсыншы ағайын. Нағашы, нағашы, достың даласы, бір айқын сыйлауға барының шамасы. Нағашы, нағашы,
өшірмейтін Рахмет. Тамаша, қандай тамаша бейімдеге. Қош келдіңіздер. Әулеттің ағамыздың біздің жиеніміздің шаңырағына қош келіп жатсыздар. Бәріңіздің де осы жайылған дастарханнан тамақ алып отырмыздар. Енді міне бүгінгі күн сәтті түскен күн екен балдардың. Біздің жиеніміз Бейсенбай менен келін екеуінің бүгінгі Жамал екеуінің туған күндерін жасап жатыр. Ең бірінші мен айтар едім, мына екі балама мен рахмет айтамын. Мәди десе Мәди, бұл бала менің өзімнің әкеме атпас. Менің әкем аты Мәдиет, Ахмадов, айналайын келін. Ақтөбеден келген балам бар, келін бар. Сіздерге осындай күйеу қылып, әкелеріңді, аналарыңды той жасап, дастархан жасап, атсыздар. Сіздерге мен басым деп мыңда бір рахмет айтамын көпке. Екі келін, екі балам бар ғой. Сол мына немере балдарыңның кішкентай қызығын көріңдер. Сол қызықтарыңа тоймай біздер жүре берейік орталарында. Баршаңызға да рахмет. Моя мама, ее мама и мой отец родные брат и сестра. Бейсенбай жерде болады. Руым Жамбыл Шүберев, адам қойған атым Марат. Ну что, Бейсенбай жерде, Жамал, желаю вам здоровья, крепкого, внуков вырастить, довести до пенсии внуков, чтобы у вас было все хорошо, мирного неба над головой. А мама была бәрі жақсы болсын. Бейсенбай и Жамал, они еще молодые. Жамалу 25 лет, остальное еще стар, да? Бейсенбай, не буду говорить. Здоровья вам, чтобы все было хорошо, а мама была бәрі жақсы болсын. Қош келдіңіздер. Көке апа жастарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, тек осылай жарқырап жүре беріңіздер. Айтылған тілектерге қосылыңыз. Құрметті қонақтар, қош келіп жатсыздар. Келмұхановтың әулеттеріне енді біздер шағын той. Ал енді аға жеңге, жастарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Осылай тума туысқандардың арасында жүре беріңіздер аман есен. Немере қызығын көріңіздер. Жақсылықта, қуанышта кездесек, ақ дастархан осылай кеңінен жайыла берсін. Ал енді мадон қуаныш. Сіздерге де көп рахмет осы ұйымдастырып атсалысасыздар ғой. Әкелеріңіздің, аналарыңыздың, енді ананың орнын ешқашан ешкім де баса алмайды. Ананың орнына бөлек. Жақсылықта, қуанышта болайық. Балапандарыңыз қызығын көріңіздер. Бір басқа нағашылар сөйлеп болған соң, шапалақ неге ұрмасқа? Қайда шапалақ? Ой, бәрекелді. Armağandan tәттілікпен дума тойын басталды ағайын. Жан жағында қуаныштан құда жекжа құран ұшқан, босамасын бостан маңайын. Болсын айналып, босамасын қаймағын, қуанышқа толтырған. Жайраңдаған жас дидарың қандай ес
Бәрекелді. Нағашылар. Апасы. Баласының атынан әулеттің. Бажа. Бәрекелді. Бажа. Ағасының атынан деп жатыр. Бәрекелді. Рахмет. Ау. Беріштің бір баласы болды ғой. Беріштің бір баласының атынан деп жатыр. Жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұқы болып барабай. Әттен сүйген жүректің обалай, обалай, обалай. Жаудандаған баладай, жауылдаған жанарай. Жүрегімді кеттің жаралай, жаралай. Құдағай, енді құрметтеп шақырылғаныңызға көп рахмет. Дастархандарыңызды шақыртқа қуанышқа жайсын. Енді 65 жасың құдағай, сіздердің жастарыңыз енді құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, денсаулық болсын, жұмыстарың жемісті болсын. Сол осы балдардың немере жиен ортасында аман-есен жүре беріңіздер, өмірлерің ұзақ болсын. Шөптей көріңіз деп подарок беріп жатыр мені. Қош келдіңіз. Ортаға тұрыңызшы апа. Ортаға апа келіңізші. Ой, мәреке. Саған мен неге сезімімнің шамасын, алдың менен берместің бір батасын. Олай көңілде егіз жүрек жарасын, олай көңілде өзіңе айтатыным тағы бар. Сені сүйген жүректің бес батпандық бағы бар. Өзіңменен өмірдің мағынасы мәні бар. Бір болай өмірде алғалар. Мың жұлдыздың бір айды саған теңдей алмайды. Күндізің керегі жүрек өз жолдайды. Күннің болу керегі тағыр өзі қандайды. Өміріне алдың бір болмаса болмайды.
Келіңіз апа, билеп ортаға, маэстро. Я уеду в Комарова, сам себя найду в пучине, и сейчас затону на недельку на трава. Досы ғой, құрдасы. Құрдасысыз ғой, бәрекелді, қош келдіңіз. Аға, келе қойыңыз. Есіміңіз? Асылбек, әулетте кім боламыз? Құдасыз, бәрекелді, қош келдіңіз. Мына бүгінгі тойға нешеге шақырды негізі? 12-ге шақырамыз. 12-ге. Сіз нешеде келдіңіз? 12 болмай келдім. 12 болмай? Біреу қуып жүрген жоқ пайдан? Нормально? 11-де? Ойбай. Ойбай, бәрекелді, қош келдіңіз. Мына бүгінгі тойдағы ең пунктуальный қонақ міне әулеттің құда-құдағай және құрдасына бір қошеметтеп қоймайсыздар ма қаттарға? Қош келдіңіздер, бәрекелді, жайғасыңыздар. Сыйлық бергіміз келіп отыр. Бір әдемі киініп келіп отырған қонақ. Айгүл құдағай дейді. Ал асабаның ортасына келе шығайық. Маэстро! Сыпытып атқан қыздан келді сіздер ғой. Бәрекелді, осылай күшті болып той тойлап жүре беріңіз. Той иелерінің атынан аз да болса көптей көріңіз. Аман болыңыз. Той құтты болсын. Осы прическа әдемі ау деп бар ғой, сол кісіге сыйлық берейікші да. Аға, келіңізші ортаға. Ең бауыр бөлік сыйласын, көңілсіз жүрген жандарға күлкіден езу жимасын. Күлкіден көңіл көтерер, кейде бөлмейді-ау, енді көкірер. Рахмет. Бір-бірін табады осындайлар бар ғой негізі. Күшті ғой. Кеңіз аға, кеңіз. Досыңызы кеңіз аға. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Марат аға, былай тұрыңыз, айналып бәрі көріп тұрсын. Мейлі отырма аға. Рахат. Жуып керек жоқ бар ғой. Рахмет. Доспыз? Бұл Саратовский. Аха, бір сүртектен Лебужиге бара беретін прическа. Рахат. Френ бар еді ғой мағана. Шампун? Ой, шампун берді. Жақсы, той иелерінің атынан аға, сізге мынау. Қош келдіңіз. Жайғасыңыз, бәрекелді. Осылай әдемі болып той тойлап жүрген. Туған күні деп келіп жатырсыздар ғой. Осы Бейсенбай әкеміздің атын Бейсенбай деп кім қойған? Бейсенбай әкеміздің атын Бейсенбай деп кім қойған? Кім біледі? Ау? Жоқ, кім қойған? Анасы кім айтты? Молодец апа, дұрыс емес. Дұрыс емес. Апа, анасы емес екен. Кім айтты? Нағашысы, міне, молодец, тоже дұрыс емес апа. Молодец аға, келіңізші билеп ортаға, маэстро. Ассалаумағалейкум, есіміңіз? Бірлес аға, кім боламыз? Два в одном. Достары және нағашысы. Бәрекелді, қош келдіңіз. Ал тыңдайық, неге бүгін туған күн иесі әкеміз Бейсенбайдың атын Бейсенбай деп кім қойған? Молда қойған. Бәрекелді, қошеметтеп қойық та ағамызға. Аға, мәшіне бар ма да? Балдаға бересіз қой. Бәрекелді, қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Логика. Әлемде жыланның неше түрі бар? Екі түрі бар. Молодецсің. Кеш берейін ортаға. Маэстро. Көңілім сенде қалады, көңілімде қалсың жанымның, сені іздеп жаным сағынған, көздерің нұрдан қараған. Ағам рейтіммен күшті билейді бар ғой осы. Құрдасы және нағашысы, два в одном.
Жақсы, тыңдайық. Әлемде жыланның неше түрі бар? Екі түрі бар. Екі түрі. Қандай? Еркек, ұрғашы. Еркек және ұрғашы. Бәрекелді, өте дұрыс. Және аға сізге жаңа подарок бердім ғой. Жеңіл тағы бір сұрақ қоямын. Тапсаңыз подарок беремін, таппасаңыз дым ренжімейсіз. Аға, мынау не? Шам. Шам? Мынау саусақ қайдағы шам аға? Өлмей отырайық. Баласы кешке жатардан алдын не істейді? Өлмей, не дейді? Не істейді? Енді шешініп жатады. Шешініп? Шешінбеңіз ағасыз. Болмайды. Есінейді? Басқа уақытта есінемей ма? Жатады ұйықтайды? Жатардан алдын не істейді? Бісміллә деп айтады. Басқа уақытта айтпайсыз ба аға? Жуынып? Жоқ. Не дейді? Төрт көріп, сен барма. Болмайды саған. Аллаға сенім. Саламатсыз ба? Есіміңіз? Дина. Кім боламыз? Сіңлісі. Қош келдіңіз, бәрекелді. Енді жалпы тыңдайық. Адам баласы кешке жатардан алдын не істейді? Отырады. Бәрекелді, өте дұрыс, рахмет. Адам баласы отырып бара жатты ма, әлде құлайсыңдар ма сендер? Қалай тіке? Бәрі құлайтын болып тұр ғой да. Ағам түргеліп тұрам дейді. Осы разы кететін болып тұр ғой. Бәрекелді, мінекей. Апамыздың сіңлісіне бір қошемет қойыңыздар. Той иелерінің атынан бәрекелді, жайғасыңыз. 11 жастан асқан түйені кезінде қазақтар не деп атаған? Атам түйе? Атам түйе емес ата. Молодец аға, маэстро, ордаға. Сезілгенде көңіл соғып, көрсететін өмір сүріп білер оламын. Қабылдамай бір тиылды, үйрететін шын сүюде мұғалімімсің. Қызғанып та ұрсатын, ұрыспауға тырысатын дәрігерімсің. Күнде сез алатын, ауырғандар жазалатын дәрігерімсің. Подружкасыз, бәрекелді, қош келдіңіз. Ал тыңдайық, мына кезіндегі қазақтар 11 жастан асқан түйені не деп атаған? 12 жас. 12 жасар түйе деп атаған екен. Бәрекелді, қошеметтеп қойыңыз. Сізге жеңіл бір тағы бір сұрақ қояйын. Мына әлемде жалғыз құс бар, суыққа тоңбайтын. Қандай құс? Әлемде жалғыз құс бар, суыққа тоңбайтын. Қандай құс? Пингвин. Ол акрачка екен аға бар. Бұл сізге той иелерінің атынан. Қыздар жиналып алып, күнде болған ойынмен салып, кешелерге барған кездер, көкшек өлеңіне балып. Тұра қойыңызшы. Мына ағамыздың достарысыздар ғой да? Дұрыс қой. Тағы бар ма достары ер адамдар? Кеңші аға отыр. Кеңші. Тағы бар ма осында? Аға достарыңыз. Қайда? Мен досымын дейтін адам шықсыншы ортаға. Кеңші. Ер адамдар, ер адамдар. 65-ге келді қазір орға Майкл Джексон билет. Енді бірім, екіміз, үшіміз, төртеуміз деп айтуға болады біздер. Енді үйленгеннен бері осы танысып, дос болып. Мына енді осы тойды жасап жатқан балаларым, Нади, Паштек екеуі де менде оқыды. 5 жылдан. Бірақ оқыған балаларым айтуы ұятқа қалдырмай. Бәрі мұғалім, директор, зам директор, начальник, дом культуры, бәрі де менде оқыды. Осы Бесақаңның Қаламсия менің жолдасымның класстасы. Жолдасым бар, бірақ 11 жыл болды, ауырып, инсульт соғып, мынандай нелерге келе алмайды. Бәріңізге де сәлем айтып жатыр.
достармен ғана қымбатсың. Дос болам десең, мендегі доспен достасқын, сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Достарың көп па? Апырау неткен жақсы едің. Досым аз менің, досым-ау, тапшы енді. Достарыңмен достастыр мені, болайына құлың. Достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өз-өзіме мың артып. Жауыздың барып ауласында уәзір болғанша, достарымның ауласына барып өлген мың артық. Осылай көтермелеп жіберіңіздер бір-бірлеріңізді. Қошеметтеп қояйық достарына. Таңғасай, рахмет. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Берік. Әулетке? Бажасыз, бәрекелді, қош келдіңіз. Бүгінгі тойға 12-ге шақырт деп жатыр. Сіз нешеде келдіңіз? 2-ге 3 минут қалды. 2-ге 3 минут. Білесіз, көрдіңіздер ғой. Келесіде 12-ге қонақтарын жинайтын болсаңыздар, 10-да шақырыңыздар. Қазақ 2 сағат кешігіп жүрсек те тойға бар ғой. Мінеке бүгінгі тойда нағыз қазақ екенін дәлелдеп келіп жатырған бажасына бір қошемет соғып қойыңыздар. Той иесіне атынан сізге. Қош келдіңіздер. Бажалары келіп отырған тілекті сол кісілерге. Бұрай Батырбай Гүлнар бастаған, Батырхан Нұрғаным қостаған, Ғаділбек Гүлнар, Әділбек Бибігүл, Төлеуіш Самал, Әділхан Бақытсұлу, Тарғын Закия, Зина, Лиза, Мирует дейді. Берік Тоды, Бекболат, Дина, Ананди, Каляни, Жекичан, Вандам дейді. Баршасы ортаға, елеп шығайық. Жақсы, мынау енді қадірменді қонақтар, баршамызға бүгін белгілі мынау енді Дүйсенбай Жамалдың заманының бүгінгі туған күні. Дүйсенбай Жамал туған күндерің құтты болсын, өздерің сау болсын. Жақсы, мынау үлкен кісілер айтып жатыр ғой, ақпеттің бәрін Алланың құлағына шалынсын. Мынау енді қонақтар, мен өзімді таныстыра кетсем, менің есімім Батырбай, мына Қаламсия дейтін қарындасымның ағасымын. Әжездерім, 65 жасына қош келдіңіздер. Әжезде апа, жастарым елдерің сау болсын. Осы қалдарың қысығын көріңдер. Аман болыңдар. Әжезде, апа енді құтты болсын туған күндеріңіз. Алла берекесін берсін, Алла амандығын берсін, балдарыңыз аман болсын, елдер аман болсын, еншарлар аман болсын, бүкіл ағайын тұлғаларыңыз аман болсын. Алланың жақсылығын тілейміз. Мынау көп рахмет, мына әкеңмен шешеңнің бүгінгі жазын тойлап құрметтеп жатсын. Мынау енді нағашыларың аман болсын, қалаған етігіңді сыйласып жүрейік. Бүгінгі мерейтойға баршамызда қош келіп жатырмыз. Дүйсенбай мен Жамалдың құтты болсын, бәрі ұзағынан болсын деген келіп, үлкен кісілер аман есен отырыңыз. Дүйсенбай, Жамал, келген жастарым құтты болсын, сауықтарым құтты болсын. Әрқашанда осылай тек күліп ойнап, бірге қоса қартайыңыз. Екі жақтында балдарымен рахатына бөленіп,
тума туысқандармен бірге аман есен жүре беріңдер. Балаларға мың да бір рахмет, осындай мерейлі тойын тойлап жатсыңдар. Дастархан жайып, мың да бір рахмет сізге. Енді өзіңіз келесіздер, мен Жамалдың үлкен апасы боламын. Бейсенбайда Бейсақаң деп атаймын енді. Қуанышына жиналып жатырық енді. Екеумізде туған күндеріңіз құтты болсын, дендерің сау болсын. Мына балаларыңа, келіндеріңе, қыз күйеулеріңе рахмет. Осындай етіп сендерді қуанышқа бөлеп, туған күндерің жасап жатқандарына енді. Алдағы уақытта тек солардың қызығын көріп, ортасында екеуің жүре беріңдер. Енді жаңа айтып отырмын, мен деген мына Жамалдардың папасының қарындасының қызымын. Осы Оралға көшіп келдім, былтыр. Анамыз бар әлі 90 жаста. Өзіміз 70-ке жақындағанмен анамыз да бар әлі. Жәнібек районы Жақсыбай ауылынан келдік. Руым Беріш. Біз кеше Астана қаласына келдік. Осы сіздің тойға арнап, осы бірге болайық деп шақырып отырасың. Көп рахмет. Енді сізге тілейтінім, дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын, әрқашанда тек қуанышта жақсылықта жетсейік. Апа жезден туған күніңіз құтты болсын, ғұмырлы болыңдар, жақсы көретін өмірде жақсылығың көп болсын. Мына балаларыңызға үлкен рахмет, Алла разы болсын. Олардың ғұмырлары ұзақ болып, өмірде көретін қыздары көп болып, бақытты болсын. Тек қана жақсылық дейін бәріңізге де, осы тұрған тойшы қауымға бәріңізге де жақсылықты, тек қана осы жақсылықта болғанда кейсе берген жақсысын аламын. Біздер айтып кетті осы, біздер Жамалдың анесі мен апалары боламыз. Апасы қарындасы дегендей. Енді балаларға, келін балаларға ұйымшылықпен осы өкіметіп тойды ұйымдастырғанға рахметімізді айтамыз енді. Бәрі жақсы болады, көріп тұрып енді. Енді Бейсақа жерде Жамал құтты болсын жастарымыз. Несі өрші болып, балаларымыз екі жаққа бірге болып дегенде. Біздер айтып кетті осы, біздер Жамалдың анесі мен апалары боламыз. Апасы қарындасы дегендей. Енді балаларға, келін балаларға ұйымшылықпен осы өкіметіп тойды ұйымдастырғанға рахметімізді айтамыз енді. Бәрі жақсы болады, көріп тұрып енді. Енді Бейсақа жерде Жамал құтты болсын жастарымыз. Несі өрші болып, балаларымыз екі жаққа бірге болып дегенде. Сыйлықтар жақсы көремін. Үйдің кенжесі болғасын қатты еркелетіп, жездем, үлкен қызым деп, қонаққа жүр деп, қамқор болады, көп рахметімді айтамын, аман жүріңіз. Қыз бала, жиен, немере бәрінің тек жақсылығын көруге жазсын сізге. Ақ дастархан тек жақсылыққа жайыла берсін. Аман болыңыз, ұзақ жасаңыз, бақытты болыңыз. Мен Жамал менің досым, ал Жамал Бейсенбай. Қуаныштарың құтты болсын, тойларың тойға болсын, бақытты болыңдар. Ол қыздарының, немере жеңдерінің қуанышын көріп, осылай аман есен жүре беріңдер. Бәрі жақсылық тілеймін. Бәрімізде мына енді Бейсенбай жезде мен Жамал апаның қуанышына қош келіп жатырмыз. Сіздерді мына бүгінгі 65 мерейлі жастарымен құттықтаймын. Деніміз сау болып, тек қана қуанышымыз көп болсын. Барлығымызда тек осындай қуанышта кездесуге жасын келгілік. Мына мәди жиендерге, балдарға көп рахмет. Жастарымыз көп болсын, барлығы жақсылық болсын, тек қуаныш болсын деген келеді. Ассалаумағалейкум достарым. Мен Есенбек бар, саған баласы бол. Бейсақа, Жамал апа, жастарымыз құтты болсын. Аллах тағала бірлесе елдеріңе сауық берсін, бастарыңызға амандық берсін. Өсіп келе жатқан немере жиендердің қуаныштарын қызығын көңілдесіп, шоғаш. Балаларым сіздерге мың да бір рахмет. Үшеуіңізге де ата-анаңызға рахмет. Құрметтеріңіз Алладан айтсын. Құрметті әке-шешелеріңізге байланысты болсыздар. Аман болайық, сау болайық. Жастарымыз құтты болсын. Құдалар, ассалаумағалейкум. Бұл кісіге мәнін жетірмедім.
жиендерім. Бәріңе тек қуаныш болсын деймін деп. Көргендерің той болсын, тек аман болыңдар. Дейма, әйелдері жақсы әйел тілекке қосыла салады, жаман әйел тілекпен қосыла шабады дейді. Бәрекелді рахмет. Қосылып жатқандарыңызға тілектеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл, тек көрген бейнеттеріңіз той болсын, аман болыңыздар. Бүгінгі той құтты болсын деп бір қошемет соғып қойыңыздар. Қош келдіңіздер. Kuydu geçtim ешқашанда кешпеген бұл сезімде ешбір сезім сезбегенмен мөлдіреген сенің жанарың түнгі сен қала көңілі күнгіден мейірімді жан еткен түн ұйқың төрт бөліп бесік тербеткен анаң бол сүйсең менше сүй бабамның антынан хауана қалпынан гүлмен асас арқалмай кіршіксіз жүрегім алтын десе алтындай Yerinde can etken Tüm yığın tut böyle Bizi terletken Ananın süysenin şesi Analarımız zaman olsun. Can etken Tüm yığın tut böyle Terletken Anam bol süysen menşesi Gülnar Asылбек Асылзада Райса дейді. Аласаларының ортасына билеп шығайық. Әулеттің құдағайлары маэстро. Қыз істі құдағи Екі жас қасы құдағи Қылысы қыз істі құрамыз Мың жылдық болайық Құда болсаңшы Құдағи Супер мұнари Құда болсаңшы да Құдағи Супер мұнари Жамал Құдағай мен Бейсенбайдың бүгін туылған күніне жинап отырған мына барша қауымға ассалаумағалейкум бәріңе деп айтамыз. Мен қызымды ұзатуға қалған кешірімге берген Құда дейміз мұны. Ананы Құдағай дейміз, сондасын. Мына бүгін Бейсеке, Жамал Құдағай бүгінгі туылды мына 65 жасың құтты болсын. Бағанадан бері жақсы тілектерді нағашы жиен, бажаларым, достарым бәрі әдемі тілек айтты. Сол айтқан тілектердің бәрі қабыл болсын шаңыраққа. Бүгін енді Бейсенбай құдамыз, Жамал құдағайымыз 65 жасқа толып жатыр екен. Туғаның болсын, дендерің сау болсын, Алланың берген жасын жасай беріңіз, ауырмаңыз. Осы тойды ұйымдастырып, осы балдарың Маде құдамыз Бақтыгүл құдағай деп айтамыз сізге. Иә, аман болыңыз балдарыңыз. Қуанышені өзіміз баламыз, қызымыз Кеңгүр. Иә, барлықтарыңызды ата-анаңызды құрметтеп, осылай той жасап жатқаныңызға рахмет. Енді ғұмырлы болыңдар, немере жегендердің қызығын көріңдер. Ал енді ағайын тума, Құданың ағайын тумалары енді осы тойға қош келдік бәрімізге ортақ Құдағай. Ал енді ғұмырлы болыңдар, дендерің сау болсын, үйлеріңде той болсын. Ал енді бұны ұйымдастырып жатқан Мәди Бәкөнай, Қуаныш Құдағай, Құдашақ Құдабала, ал бәріңізге дендерің сау болсын. Сендер ғұмырлы болыңдар, балдарың осы
Құда мен құдағайды істегенін сендердің алдарына келтірсін көке. Ал тойларың той қыласың, құда-құдағай тек дендерің сау болсын, немеде жегендерің қызығын көріңіздер. Мына қош келдік құда мен құдағайдың туған күніне. Енді мәдименен кімге, бақыт кімге, қуанышпенен кімге, жадыраға, махаббатпен жеңіске көп рахмет. Осындай мен құдағайымды еске алдымдар біріншіден. Құдағайымның жатқан жері жарық болсын, топырағы торқа болсын, иманды болсын. Енді мына жерде құдағайымның деген інілері бар, келіндері бар. Құдағайым аман бол, сендерге тек қуаныш әкелсін, алдағы уақытта дендерің сау болсын, байлығыңыз көріңдер. Құдағайымның жатқан жері жарық болсын, топырағы торқа болсын, бауырларың аман болсын. Енді құда мен құдағай, енді мына жасыңыз құтты болсын, дендерің сау болсын, балдардың қызығын көріп, неме жиендердің қызығын көріп, ортасында бәйтерек болып отыра беріңіз. Арыстағы апалы жезделерің аман болсын, тек қайда барсаң да ақ жол болсын. Осы құда мен құдағайға әрқашанда қуанышқа, тойға келейік. Енді құдағайдың деген, Жамал құдағайдың деген туысқандар бар екен мына жерде. Танысқанға қуаныштымын. 1000 жылдық құда мен құдағай болайық, алдағы уақытта дендерің сау болсын, тек ойлаған мақсаттарыңа жетіңдер. Енді бүгінгі құда мен құдағайдың мерейтойына қош келдіңіз бәріңіздер. Енді құда-құдағай, құрметті жастарың болсын, дендеріңіз сау болсын, тек ойлаған арман мақсаттарыңызға жетіп, тек балдардың қызығын көріп жатыңыздар. Жақсылықта болыңыздар. Мен Жамал құдағайдың құдағаймын. Құдаңыз дұрау, сәлем айтып жатырмыз ба, мен келе алмай жатыр. Сіздерге барлық тілеймін ғой тек. Балдардың қызығын көріңіздер, аман болыңыздар. Ал енді балдар сіздерге көп рахмет. Ата-ананың туған күнін тойлап жатсыздар. Енді өмірден өткен жан иманды болсын. Туған күндеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болыңыздар. Енді құданың келін балалары, қыз күйеуі бәріңе де көп рахмет. Әкелеріңнің туған күн жасап, осылай енді халықтың бәрін жинап, құда-құдағай, дос-жаран, ағайын-туман бәрінде. Тек жегеніміз қой болып, тойлағанымыз той болып жеген. Бәрекелді. Құрметті қонақтар, қош келіп жатыр. Құда мен құдағайдың дастарханына, құдаша. Құдаша жастарыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Өмірде бақыт тілейміз сіздерге. Өсіп жатқан қыздарының қызығын көріңіздер. Құда рахмет, қолдарыңызға құдаша осындай үлкен дастархан жайып құрметтеп жатырғандарыңыз. Алла тағала алдынан келтіреді, келсін, дендері сау болсын, еңбектері жемісті болсын. Болашақта ол қыздардың қызығын көре берсін. Сіздер немере шөберенің қызығын көріп, ортасында ойнап күліп жүре беріңіз, құда шөкеңіз құда. Құда сұғылым, әнесі болады, Тарғын деген. Сол Тарғынның құдасымын. Сау болсын, ол қыздарыңыздың, немере жиендеріңіздің қызығын көріп, мәуелі бәйтерек, ақжаулықты ана болып, ортасында шақты өмір сүре беріңіз дейтін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Жастарыңыз құтты болсын. Құда болса арасында жорға жүреді, кедей-менгедей құда болса арасында дорба жүреді, бай-менгедей құда болса бір-біріне зорға жүреді дейді. Сіздердің арларыңызда жорға да дорба да жүрмесін, тек қана бір-бірлеріңізге деген ыстық ықылас, ниет пейілдеріңіз түзу болсын, құдалықтарыңыз 1000 жылдық емес, мәңгілік болсын деп бір қошемет оқайық. Және той иелерінің атынан әулеттің құда-құдағайларына сый-сияпат қабылдаңыздар. Қош келдіңіздер. Ал көңілдіктеріңізді беріп, тегістей фотоға түсіп қанеке. Қош келдіңіздер. Öyle жапар ем жарылқасын, 80-нің сеңгір не келсін жасын. Талабың тайбы ұрылдай мұқты, ешбеде маңайыңа жуыспасын. Аймен күннің сәулетін берсін, кеңкейіп кетпес дәулетін берсін. Бейбітшілік заман болсын, сол заманды көретін шамаларыңыз болсын. Осы отырған ақ ниеттің бәрі осы шаңыраққа қабылдап, тек осы шаңыраққа қуанышқа жиналуға нәсіп.
құрметті тойға келген тойшы қауым, бүгін Бейсенбай ортасының Жамал екеуінің бүгін енді мерейлі 65 жаста. Жастарың құтты болсын. Бейсенбай Жамал астан жасқа тола беріңдер, Алланың берген жасын жасай беріңдер. Сіздің шаңырақта тек әр уақытта қуаныш той болсын. Балаларымызды нәтижаттаған қуаныш қызым бар Бейсенбай енді класстасым ауылда да ақылда бірге оқыдық қалада көршіміз ауылда да көрші болдық. Өте қуанышты тойда келіседі. Қонақтар бәріңізде қош келіп жатсыңдар. Бүгін мынау Исақан мен Жамалдың айналайын құрдастарымыз есім Жұмажан, руым қоян қашу Қазталпының бостандамын. Бірақ енді шопыр қайда бармайды. Қоскөлге барып, айнаға Қоскөлдің бір қызы Шықпалы айнаға соған үйленіп, бәріміз де қатар үйлендік. Балаларымыз бірге өсті. Енді не айтайын, мына Бейсақаңның баласы, екі баласы қайда? Келсейсің мұнда балаларымыз. Айта қойыңдаршы. Күй бала, бері қарасыз. Сендерге рахмет мына папаларыңа, қапаңа осындай той жасап атқан. Бәріңізде қош келдіңдер. Осындай той бола берсін. 65, 70, 75, 80, 90 мына үлкен отырған үлкен кісілердің жасын берсін. Қойшы қауым, Бейсенбай Жамалдың тойлары құтты болсын. Немере шүйірген құттан жынды. Бейсақаң енді жұмыстасын өрідес, Жамалда ауылдас. Араластырамыз. Тойлары құтты болсын. Тоғалар тоғасын, денсаулығын құтты болсын. Жамал енді 10 жыл бірге болдық, бір парта отырдық. Денсаулықпен тек қана аман болу керек. Бейсенбай жоғарыда тұрған үлкен кісілер бәрімізге де. Сол кісі мен қайнағам, қолдан жасаған қайнағам, ауылда бірге көрші тұрдық. Жолдасымын да, бұл кісінде ауылда рулары болған жоқ, екеуі бір-біріне аға қарындас еді, мен қайнаға болып кеттім. Содан бері осы сыйластығымыз жағынан мұны қалаға да бірге көшіп келдік, бір жылдар руым алаша. Өзім руым алаша. Папаң атын айтшы. Бұл кісіге Абай. Ойлап тұру ғой. Бұл кісіге осы соқпаймын, бірақ өзім қайнаға қалып, қолдан істеп алдым, суретін салып. Тек осылай жарқылдап, аппақ болып жүре беріңіздер, жеңге екеуміз. Тек осындай дастарханда қуанышқа тойға жиналайық. Еш жамандық болмасын бәріміздің отбасымызда да. Жастайымнан осы Қаратөбе Қоскөл ауылына келін болып түскенде, мен рулас ешкім жоқ болып Қоскөлде келдер деген ру болған жоқ. Сосын көрші аға мен апам үйіне барғанда, ағамда бір рулас жоқ мында, екеуі туған болып жүре берді, ағалы қарындас. Содан біз ағалы қарындас болып, мына кісі дейтін күйеу бала, мен күйеу бала боламын деп, осы әулетке күйеу бала боламын деп, содан күйеу бала тапты. Аға, жеңге, сіздердің жастарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болып, тек мына бүлдіршіндеріңіздің қызықтарын аман есен көре беріңдер. Алланың жасын жасай беріңдер. Жамал енді бүгінге келіп жеткен 65 жасыңыз құтты болсын, еңбегіңіз құтты болсын, еңбекте бар жақсылық. Жаңа айтып жатыр бәрі солардың бәрінен балдар, екі ұлың бар екен, екі келін бар екен, алтындай үлкен бар екен. Балдар бақытты болсын, енді сіздерге осылай жақсы етіп жасақандай есебінде қуантып жатыр екен. Сол балдардың қызығын көріп, Жамал екеуміз осылай аман есен жүре беріңдер.
құрдастарымның алды болыңдар, бақытты болыңдар. Жамал мен Бейсенбайдың қасақана қош келіпсіздер. 65 жасқа 65 жас қосыла берсін. Біздер осы 3-4 жылдан бері бір дастарханда бір дәмдес болып жүріп жатырмыз. Өте кішіпейіл адамдар. Алдынан өтпейді, сәлемдеді, дүзу. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Осы өсіп жатқан жиендерінің, немерелерінің қызығын көре беріңіз. Енді мен Шеркештің келіні болам. Жаңа өтшеде біреу Шеркешпін деді. Сол кісінің тумалары болам ғой енді. Барған жерім Шеркеш. Аман болайық, сау болайық. Дастархан шаттыққа жайыла берсін. Той-домалақ бола берсін. Наның көп бол, ырысыңыз мол бола берсін. Өте той болып жатыр деп есептеймін. Оған енді себепші екеуміз. Бұл енді өмірдің ағы бар, қарасы бар дейді. Өмірден өтіп кетіп енді жолдасыңыз. Ол өте орын толмас өкініш дейді. Ол кісі енді асықтай ұлымен қызға алған екен. Ұлдарыменен. Солар енді өте тәрбие көрген, қатар көрген, семья көрген. Сонысын көрсетіп, бүгін енді сіз екеуіңізге той жасап беріп жатыр. Алғысымызды айтамыз, басымызды иеміз. Енді ол Жамалдың туғаны, Бейсенбайдың туғаны дейтіні жоқ. Осы тұрған ағайын туыс, бәріміз бір туыспыз. Бөлетін ештеңесі жоқ. Бәріміз Құдай жекжат ағайын туыспыз деп есептеймін. Екеуін бірдей сыйлап, екеуін бірдей құрметтесеңіз, бәрі жақсы болады деп сенемін ары қарата. Туған күндерің құтты болсын. Біздер негізі Жамал апаны біріншіден Жамал апада болды. Жамал апаның коллективі десе болады біздерде. Осы жерде тұрған төртеумізде. Коллективде көбейді негізі. 16-17 адам едік, сол кішкене төртеумізге алған екен, белгілер түскен екен. Рахмет. Туған күндерің құтты болсын. Көрінген балдарыңыз аман болсын, немере, шөбере сүйіп, отыра беріңіздер, немере сүйдіңдер ғой. Шөбере, шөбере сүйдіге Алла тағала нәсіп етсін. Тек қана сіздердің шаңырақтарыңызға, жақсылыққа, қуанышқа келе берейік. Құтты болсын туған күндеріңіз. Менің бажам мен қайнапамның шаңырағына қош келіп жатырмын. Ал енді өзім танысып берсем, егілді-гүлден күйеу баласы боламын. Егілді-гүлден күйеу баласы боламын, Қазиханның күйеу баласы боламын. Енді танысқаннан бірінші осы Бейсенбайды бажа деп бердім, Жамалды қайнападым. Ал енді шаңырақтарыңыз құтты болсын. Дастархан тек жақсылыққа жайылып, аман болайық. Осы 65-тен 60-қа болса тек дендеріңіз сау, амандық, отырғандарыңыз бәріңіз ден сау. Үй болған немере болсын, сол шөбере көрейік, солардың қызықтарын көре берейік, аман болайық. Құттықтаймыз, құттықтаймыз. Ай бәрекелді, рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын, аман болыңыздар. Фотоға түсіңіздер, немерлерді қастарыңызға алып, әдемі қылып. Кішкене бүйтіп тұрып тұрсаңыз, жазулары көрініп тұрасың бәрі. Күшті етіп не. Торт әзірлеткен екен. Ой, мына қызымыздың қарны ашып қалған. Торт жегісі келіп тұр. Тоған ғой, бірақ Алла берген неше ұлыңыз бар, неше балаңыз бар? Төртеу, қошемет қайда анамызға? 4 баласы бар да? Неше ұл, неше қыз? 2 қыз, 2 ұл.
расчетпен туады екенсіз ғой, ровно. Прямо 2-2 қалып бар ғой. Есіміңіз? Гүлнар. Аха, Алла берген неше бала? 4. Неше қыз, неше? 3 қыз, 1 ұлдың анасына қошемет қайда? Бәрекелді. Есіміңіз? Самал. Алла берген неше бала? 5. Неше ұл, неше қыз? 2 ұл, 3 қыз. 2 ұл, 3 қыздың анасына қошемет бар ма? Так. Дайындаңдар. Есіміңіз? Нұрсұлу ана. Міне, Алла берген неше ұлыңыз бар? 10 балам бар. 10 баласы бар. Қошемет қайда? Неше ұл, неше қыз? 5 қыз, 5 ұл. 5 қыз, 5 ұл. Өй, жаңағы расчетпен тұрған ғой. Прямо 0-0 расчет көрдіңіздер ғой. 5-5 бар ғой. Мына сіздер 4-5 дедіңіздер ма? Апам 5-ін обедке дейін туып тастаған бар ғой, надо өт бар ғой. Ой, бәрекелді. Рахмет. Апа, есіміңіз? Ынта апа. Алла берген неше бала? 4 қыз, 2 бала. 4 қыз, 2 бала. Алтау. Есіміңіз? Шырын апа. Алла берген неше бала? 3 ұл, 2 қыз. 3 ұл, 2 қыздың анасы әулеттің құдағайы. Света, достары ғой да? Аха, Алла берген неше? 2 ұл, 2 қыз. 2 ұл, 2 қыз. Расчетпен туыстары ғой. 0-0 прямо бар ғой. Есіміңіз? Гүлфар апа. Алла берген неше бала? 1 бала, 3 қыз. 1 бала, 3 қыздың анасына қошемет қайда? Есіміңіз? Асылзада. Әулетке құдағай ғой да? Аха, Алла берген неше бала? 2 ұл, 2 қыздың анасы. Өскенше қыз бала деп мен сенбедім, қартайғанда қызықты қыздан көрдім деп. Мінекей, барша қыз балаларынан қызықты көре берсін деп қошемет деп қойға. Рахмет, неге енді жауап ең мықты сыйлықты 10 баласы бар анама бер. Kızlar bülbül Horgolmanda jigit düğün Dumanında jastık şaktın Sayrağında gönlüm Armanın ay Рахмет, бәрекелді, қош келіп жатсыздар, келе қойыңыздар. Қайда тұрамыз? Мұнда ма? Мұнда ма? Қош келіп жатсыздар. Жалпы енді ұшақтың 200 болғандай, бүгін той болғанмен мен үшін жалпы осында келу кішкене қиындау болды жалпы. Енді соған қарамастан осы тойда келдік. Енді әкемізге не айтамыз? Әке Асқартау бірде қарлы, бірде қарсыз, ер жігіт бірде малды, бірде малсыз. Әкеміз қарды да, қарсыз да, малды да, малсыз болған жағдайға қарамастан. Енді әкем туралы бір өзім мақтанып айтатын қасиеті, әкем мені бірде-бір қол тигізіп ұрған емес. Әкемнің сол қасиетіне мақтанамын. Жамал апа, сізге де жалпы жасыңыз құтты болсын, әкемнің қасында ажарлы болып, абыройын асқақтата беріңіз деген келеді. Сіздерге жалпы отбасыларыңызда той болсын, думан болсын, жалпы рахмет келгенде. Сіздерге денсаулық, үлкен кісілер аман болсын. Осы ортамызда ақы сол отыра беріңіздер. Енді сіздерге, мама, сіздерге денсаулық. Бірге қолыңызда қатайыңыздар, ешқашан ауырмаңыздар. Тек жастар осылай қуаныштан алмайсың жете берейік. Енді құрметті қонақтар, Бейсенбай аға, мама, сіздерді келіп жеткен мерейлі жастарыңызбен құттықтаймын. Ортамызда тек аман есен, ауырмай, дендеріңіз сау болып, осылай ойнап күліп жүре беріңіздер.
Біз сіздерді жақсы көреміз, әрқашан қастарыңдамыз, қолдаймыз. Осы күнге жеткізген Аллаға рахмет айтамын. Сіздерге көп-көп рахмет, бізді қолдап жүргендеріңізге. Мамаға осындай керемет жан кезіктіргеніне мен көп-көп қуанамын. Осындай керемет жан қазір кездестіру қиын ғой бұл заманда. Сол үшін сізге рахмет айтамын. Көп-көп алғысым шексіз. Осы күнге дейін жеткен жетістігім бәрі сенің арқаң. Сол тек ортамызда осы аман-есен жүре беріңіздер. Бізге тек қана керегі сол. Ананың жаны бос тұрдай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі ол шығар, анаңдай сұлу. Бүгін папа мен Жамал апаның туған күніне. Папа мен Жамал апа, жастарыңыз құтты болсын. Жастарыңызға тола беріңіздер, тек семьяда немерелеріңіздің, тек жиендеріңіздің қызығын көріп отыра беріңіздер, тек алдағы уақытта тойда тек жүре беріңіздер, тек той тойлап. Құрметті тойшы қауым, қош келдіңіздер. Осылай біздің отбасымыздағы үлкен қуанышқа. Папа, Жамал апа, жастарыңыз құтты болсын, қартаймаңыздар. Осылай ортамызда тек күлімдеп, әрдайым біз барғанда алдымыздан шығасыздар. Ризамыз сіздерге. Жастарыңыз ұзақ болсын, Жамбыл атамыздың жасын берсін. Осы немере жиендердің қуанышын көріп, бір жастыққа деп әдемі артыңыздар. Аңызда айтқандай бүгінгі қуанышымызға қош келдіңіздер. Енді әкеміздің Жамал апамыздың бүгін мерейлі тойын Алла бұйыртса ойдағыдай атқардық деп ойлаймыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Осындай уақыт жоқ уақытта уақыт тауып келіп, осындай шашбауымызды көтеріп жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Шынымен бұл жерде бөліп жаратын ешкім жоқ. Бұл жерде келген құда-құдағай, нағашыларым, бауырларым, бар жеткен папамның құрдастары, барлығы да жақын тума туыссыздар. Сіздерге де шаңырақтарың осындай қуаныш болсын. Той тойлап деп осылай еліміздің амандығы, жұртымыздың тыныштығын тілеймін. Енді әке, енді Жамал апа, сіздерге де енді тағы да құтты болсын. Той қуаныштарыңыз осылай тек ғұмырлы болыңыздар. Біздердің тек сіздерге тілеріміз тек сіздердің амандықтарыңыз. Бізге басқа ештеңе керек емес сіздердің. Осылай тек біз қалаға бір келгенде осы қабақ шытпай тек біздерді қарсы алып немерелеріңізді осылай күтіп алғандарыңыз шыны керек. Осылай арамызда жүре беріңіздер, мың жасаңыздар сіздер. Әкесі баласын сынамақ болып, баласына сұрапты ғой. Балам, бұл өмірде кім күшті десе, баласы тұрып, әке, бұл өмірде мен күштімін деп жауап беріпті. Сосын, балам, 10 қадам ары тұршы деп баласын алыстатып тағы сұрақ қойған ғой. Балам, бұл өмірде кім күшті десе, әке, бұл өмірде мен күштімін деп жауап беріпті тағы да. Баласы біраз алыстағаннан кейін әкесі айқайлап сұрақ қойды. Балам, бұл өмірде кім күшті десе, баласы айқайлап жауап беріпті. Әке, бұл өмірде сіз күштісіз деп. Сосын баласын қасына алдыртып, мағана менің қасында тұрғанда мен күштімін деп едің, менен алыстағаннан кейін неге сіз күштісіз деп айттыңыз десе, баласы тұрып айтады. Әке, менің қасында сіз барда, әрқашанда мен мықтымын, сіз қалай менен алыстайсыз, мен солай әлсіреймін депті. Мінекей, ата-аналарыңыз барда сіздер әрқашанда мықтысыздар. Ата-анасы бар адамның басында алтын тәж болады дейді. Оны кім көреді десе, оны ата-анасы жоқ адамдар көреді дейді. Неге осындай алтын тәждеріңіз аман болсын, тойларыңыз құтты болсын деп қошемет жасайық. Мақтаның үшін еңбекпен нанды тапқаның. Бәріңізге де келгендеріңе көп-көп рахмат. Алтын уақыттарыңды бөліп келіп жатқаныңызға. Астанадан келіп жатқан балдыздарым бар, келіп жатқан балдыздарым бар, Россиядан келіп жатқан бәріңізге де рахмат. Құдағайларым келіп отыр, үлкеніне қарамай, неден Қаратөбеден ар жағынан құдағайым келіп отыр. Көп-көп рахмат құдағай, енді аман болыңыздар. Құдағайлар бәріңізге де рахмат. Жүктарым жазылмасын. Осындай тек дастарханда тек отыра беріңіздер. Бәріңізге де амандық тілеймін. Ағам келіп отыр, жездем, бәріңізге де түгел класс құрдастар, бәріңізге де көп-көп рахмат. Семейім атынан.
Ал енді балдарым көп рахмат. Осындай жасап мені 65 жасым жасап атқан апа екеуміздің балдар аман болыңыздар. Тек сендердің қызықтарыңды қызықтап жүре берейін. Тек Алла тағала тек соны жассын дегім келеді. Тек жақсы аман болыңыздар. Көп рахметім жеткізді. Мен де қосымша айтып кетейін. Енді бүгінгі күні мына бәріңіз той шырқауын қуасыздар. Балаларымыздың ұйымдастыруымен бір жақсы кеш өтті деп ойлаймын. Барша құда-құдағайлар, алыстан келген Алакөлден, Қаратөбеден, Тасқаладан, тағы да басқа Ресейден келген братешка деді ғой өзі. Орысша айтып кетейін, иә, братешкамызды қалай берді, тума туысқандарымызға, құда-құдағайларымызға, көрші-көлем достарымызға, енді ешкім қалып қоймасын, ренжімесін, барын айтқан сияқтымыз. Енді бүгінгі кеш өте көңілді, жақсы өтті деп ойлаймын. Балаларымызға көп рахмет, алғысымыз шексіз, олардың бізге деген құрметі, сыйластығы, енді бізді сондай үлкен қуанышқа, сондай құрметке бөледі деп ойлаймын. Бүгінгі күні соның өзі біз үшін үлкен қуаныш, абырой. Енді біздің ендігі мақсатымыз, ойымыз, алдағы уақытта тек қана балаларымыз, немере жиендеріміз аман, балаларымызбен бірге аман отырсын. Біздер екеуміз сол ортасында жүріп, балаларымызды бақсып, қол ұшымызды беріп, осылай жүре берсек, денсаулық болып, соның өзі бір төбе деп ойлаймын енді. Ендігі жерде мына Мадименен Бақтыгүл көптеген біраз уақыттан бері қарай түн ұйқысын 4 бөліп, сан түрлі түндерін ұйықтамай өткізіп, осы ұйымдастыру бір бөлек, екіншіде енді мынаны өткізу 2 бөлек, қалай болады, ұқсай ма, қайтсам айтамын келіп Жамал апа, жақсы болып жатыр ма, көңіліңізден шыға ма деп сұрай береді. Ол да енді қобалжып, сол осы қалай әкемізге, апамызға енді сол істеп жатқан құрметіміздің ойымыздан шыға ма деген қобалжу өте көп болды. Сол мыңда бір шүкір осындай балаларымыздың барына біз солармен бірге қуанамыз. Ендігі жерде сол айттым ғой, енді аман болайық, сау болайық, екі жақта балаларымыз аман болсын. Барша тойшы қауымға келіп отқан Қаратөбеден көптеген қонақтар келіп отыр, балсыздары да. Сол біздер ризамыз енді. Көп рахмет айтамыз, қобалжып тұрып. Не істеп жатырмыз, қалай етеміз деп көптеген ойым болды. Оларда да алыстан бүгін Ақтөбеден балалар келіп отыр. Олардың да деген інеме өз атына подаркын тапсырамын. Ой, бәрекелді. Енді құрметті қонақтар, бүгін әкеміз бен анамыздың жасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің бас қосып отырған бірден бір себепкер, әкеміз бен анамыздың жасын бірге тойлайық деген ниет білдірдік. Сіздер қазіргі таңда бәрінен ең қымбат бағалы уақыт болды ғой. Сол уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге біріншіден алғысым шексіз. Рахмет көп деймін. Екіншіден Жамал апа, папа, жастарыңыз құтты болсын, ғұмырлы болыңыздар, немере жиендердің ортасында мәуелі бәйтерек болып отыра беріңіздер дегім келеді. Қашанда біз күн келейік, түн келейік, асын асып, шайын дайындап, немерелерін алып қалады Жамал апаға алғысымыз шексіз. Тек барлық жақсылық атауын тілеймін. Осыдан 11 жыл бұрын анамызбен қысқа да болса да уақыт өткіздім. Мен келін болғаныма 13 жыл болған екен. Мен 5 қыздың, 4 қыздың, 5 ұлдың ең соңындағы 10-шы болатынмын. Әкемнің ерке қызы болатынмын. Келін болып түскенімде еш нәрсені білген жоқпын. Даже мен барсаға ұшуды білмейтін едім. Сол кезде осы анам үйреткен маған барлығын.
анам бар кезде мен ешқандай қонақ шақырғанда ешқандай да бір дастарханға уайымдамайтын болдым. Арамыздан анам қалай кетті, мен солай есейдім. Өз қолыма бәрін алдым. Қазір енді Жамал апаның қолғанаты болдық. Елнұр екеуміз, қайын сіңлім Мақат бар, үшеуміз бірлесіп Жамал апамен жақсы қарым қатынастамыз. Шүкір Аллаға, Аллахым ұзағынан болсын деймін. Келген барша қонақтарымызды бөліп жармаймын. Төрде отырған әулеттің үлкендеріміз аман болсын. Сонымен қатар құда-құдағайларымыз, әкеміз бен анамыздың достары келіп отыр. Жамал апаның бауырлары келіп отыр алыстан. Барлықтарыңызға алғысым шексіз. Сонымен қатар нардай нағашыларымыз бар. Нағашыларымызды көргенде анамыздың көзі деп білеміз. Анамызды көргендей боламыз. Сіздер аман болыңыздар. Қашанда бізді жиендерім деп бізді қашанда қарсылап жүреді. Сіздерге ризамыз. Сіздерді құрметтейміз, сыйлаймыз. Бұдан ары қарай араласа береміз сіздермен. Арамыз еш уақытта үзілмейді сіздермен. Жамал апа жақпен қалай қарым қатынаста болсақ, бұрынғыдай сіздермен де сондай қарым қатынаста болады деп есептеймін. Баршаңызға рахмет. Енді ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп дейді о қазақ. Манадан аяғынан тік тұрып жүрген Динар апаға рахмет, абысыныма. Сонымен өзі келе алмаса да Гүлзат апа да не істейін, қайтейін, қандай көмек керек деп сұрап жатыр Гүлбақыт апа екеуі. Сіздерге алғысым шексіз. Өзі сұлу, өзі жас. Менің қайнапам ғой, қайнапама рахмет көп-көп. WhatsApp-ма вообще күндіз түні тыным бермейді. Қандай көмек керек, қалай жасайық, не істейік, қандай идея бар сенде деп менімен бірге күні түні ойланып, осылай жүгіріп жүрген бауырларымызға рахмет. Мақат жеңіл, сіздерге рахмет. Осылай Мақат бірдеңе жасай қойайық, қалай қарайсың десе келсе кетеді. Рахмет сіздерге, алғысым шексіз. Альбина Батырхан, сіздерге де рахмет. Осылай араласып, құраласып тұрайық. Тек әкеміз бен анамыз аман болсын. Сонымен қатар осы Альбина ханымға рахмет. Осы біздің алдымызға дәмді тамағын ұсынып отырған көмекшілеріне көптен көп рахмет айтамын. Сонымен қатар тамады жігіт Нұрбол, музыкант баламызға да рахметімді айтамын. Інімізге осы тойымыздың сәнін де мәнін келтіре білді деп есептеймін. Артық кетіп, кем болып жатқан жағдайымыз болса, барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Жаңада өзім ыңғайсызданып қалып жатырмын. Айболат аға мен Айнұр апаны қыз күйеулерге тіркеу керек екен. Мен көршілерге тіркеп қойған, кешірім сұраймын сіздерден. Енді жаспын ғой, көп нәрсені біліңкіремей жатсам, барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Барлықтарыңыздың тек шаңырағында үлкен осындай қуаныш болсын дегім келеді. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Толы болып байлыққа, бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлықта. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта. Рахмет, тек осылай бақытты, шаттықты күндеріңіз көп болсын, аман болыңыздар. Айтады ғой, бата менен ел, жаңбыр менен жер. Тербесін, тірге жүрінбесін, есесін алда жеткесін. Осы шаңырақта той бол, мына отырған қара көздерінің бәрінде той болсын, тісімін ау деп.